Сәлем достар баршаңызға. Бүгін мен өзімнің каналымнан тойымды өте дәмді болып шығатын снежок рецептісін көрсетпекпін. Ең алдымен сіздерге қажетті құрамдармен таныстырып өтейін. Бізге куриный рулет, 3 жұмыртқа, 2 картоп, сыр және міндетті түрде майонез, сонымен қатар терка қажет болады. Енді біз салатымызға қажетті заттарды дайындап алатын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның сарысы мен ақуызын бір-бірінен ажыратамыз. Жұмыртқаны, картопты барлығын алдын ала суға пісіріп алдым. Терканың ең кішкене бөлігінен жұмыртқамыздың сарысын теркіден өткізіп дайындаймыз. Мен бұл жерде картопты терканың орташа бөлігінен өткіздім. Ал жұмыртқаның сарыуызын, ақуызын, сонымен қатар сырды кішкентай бөлігінен өткізген болатынмын. Осылай барлығын дайындап алдым. Салатқа қажетті құрамды описанияда қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ендігі кезек бізде копченый рулетіміз. Бұл рулетті біз кубиктап турап аламыз. Енді біз салатымызды жасауды бастаймыз. Ыдысымызға копченый рулеттен бастап орналастырамыз. Одан кейін майонез. Мен майонездің қақпағын осылай 2-3 жерден тесіп алған болатынмын. Ендігі кезек картопымызды орналастырамыз. Картопымызды орналастырып болғаннан кейін мен шамалы тұз септім. Яғни салатымызға дәм беру үшін. Сонымен қатар тағы да майонез. Жұмыртқаның сарысын орналастырғаннан кейін тағы да шамалы тұз сеуіп, майонез жағатын боламыз. Ендігі кезек сыр. Сырды да осылай барлығын осы реттілік бойынша орналастырып шығамыз. Мен әрбір бөлікке майонез жақтым, яғни салатымыз құрғақ болмас үшін, дәмді болып шығу үшін майонезді осылай молырақ қостым. Ендігі кезек жұмыртқаның ақуызында. Жұмыртқаның ақуызымен барлық салатымызды көмкеріп, жауып шығатын боламыз. Сонымен қатар ең шыңына, яғни салатымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын әдемілеп сеуіп шығамыз. Міне біздің өте дәмді әрі тойымды снежок салатымыз дайын. Сіз де дайындап көрсеңіз болады. Лайк басуды ұмытпаңыз.